Әлеуметтік желілерде дос-жаран ағайындар мектеп бітірген ұл-қыздардың суреттерін жарысып салып жатыр. Әр жылы еліміздегі мектептерде соңғы қоңырау соғылып, барлығы қуанып жүргенде менің көңіл күйім түсіп кетеді. Бұның өз себебі бар. Көңіл күйімді түсіретін сол бір оқиғаны әңгімелесем, жас қыздар ой түйір деп ойлаймын. Екінші жағынан өзім де ұзақ жылдар бойы жадымда сақталған естелікті әңгімелеп берсем, өзімді де, өзгені де кінәлау сезімінен жеңілдеткім келді. Өзгені деп отырғаным сыныптас құрбым. Біз бастапқыда ауылда ата-әжемнің қолында тұрдық. 7 сыныпқа дейін ауылдың мектебінде білім алдым. Сол жылы жазда әкем жұмысын қалаға ауыстырды. Сөйтіп мен 8 сыныптан бастап қалада оқыдым. Сыныптағы 2 қызбен мен жақсы құрбы болып, жақын араласып кеттім. Әлгі 2 құрбымның бірінің әкесі биік лауазымды адам, ал екіншісінің әкесі кәсіпкер. Қысқаша айтқанда екеуі де бай дәулетті отбасының ерке қызы. Менің ата-анам қарапайым жандар, бірақ мен сыныптағы ең сұлу, сымбатты қыз едім. Сондай-ақ өте білімді болдым. Сондықтан болар 2 қыз менімен достасуға өздері ниеттеніп, қасымнан қалмай жүрді. Бір таңғалатыным, екеуі де байдың қызы болса да, ешқашан менің киімімді сынап, жатақханада тұратынымызды әңгіме қылмаған. Мүмкін тәрбиелері сондай болған шығар. Есімдері Аида мен Назым. Назым жануарларды жақсы көреді. Сондай жәні нәзік, жанашыр, мейірімді қыз. Ал Аида батыл, әділетсіздік көрсе шыдап тұра алмайтын, турасын бетке айта салатын қыз. Аидада лидерлік қасиет бар. Ол өзін басқалар тыңдағанды, айтқанын істегенді ұнатады. Ал мен көнбестеу қызбын. Мінезіміз 3 түрлі болса да әйтеуір сөзіміз жарасып, бір қызықты өткізетінбіз уақытты. 3 жыл жұбымыз ажырамай жүріп мектепті аяқтадық. Қазір де әр сыныпта 2-3 қыз топтасып, достасып жүреді. Олар студент кезде де бір-бірін іздеп тұрады. Бірақ бұл достық дұшпандыққа айналуы мүмкін. Сондықтан кездейсоқ жайттарда не істесең де сонын ойлау керек. Әрине, айтуға оңай болғанымен, ондай сәтте ақылмен қадам жасау қиын. Сонда да менің оқиғамды студент болған кезде есте ұстап жүріңдерші. Мектепті бітірдік. Соңғы қоңырау кешінде сыныптар бір-бірімізді, тіпті мектепті, мұғалімдерді қимай көзімізге жасты алдық. Ерекше есте қалатын сәт қой бұл. Бітіру кешін 3 күннен соң жасадық. Кафеден шыққаннан кейін Аида, ертең менің мамам мен папам інімді алып Алматыға тойға кетеді. 2 күн жалғыз өзім болам үйде. Мамама екеуіңді үйге шақырам деп едім, қарсы болмады. Келіңдер, деді. Ертеңіне Назым екеуміз Аиданың үйіне бардық қонуға. Қала шетіндегі жаңа мөлтек ауданда тұрады. Айналасында тек іргетасы құйылған, үй салынбаған жер көп. Аида тұратын үйдің айналасы биік етіп қоршалған, қақпасы құлыпталады. Сондықтан біз ешкімнен қорықпадық. Тоңазытқышы тола, бәрі бар. Аида әп-сәтте дастарханды жайнатып қойды. Түнімен музыка қойып биледік, кино көрдік, пісте шақтық, әңгіме айттық. Таңға жуық көзімізге ұйқы тығылып, есіней бастадық. Аида Назым екеумізге бір бөлмеге төсек салып берді де өзі бөлмесіне кетті. Айтуынша, ол өзінің диванында ғана жайлы жатып ұйықтай алады екен. Көзім енді ілінген сол біреудің шыңғырған даусы естілді. Оянып кеттім. Басымды жастықтан жұлып алдым. Назым да оянды. Бірақ не істерімізді білмей тың-тыңдап отырмыз. Біреу шыңғырды ма деді. Назым орнынан түрегелді. Осы кезде тұншығып Аиданың даусы естіліп жатты. Назым жүгіріп барып есігін ашып айқайлап жіберді. Орта жастан асқан ересек бір кісі Аиданың аузын бір қолымен жауып, өзі үстінде екінші қолымен өзінің шалбарын түймесін ағытып жатқандай. Назым әлгі кісінің иығына жармасқан еді, оны бар күшімен итеріп жіберді. Назымның
Басы дуалға тиіп, ол тәлтіректеп қалды. Аида арпалысып алысып дес бермеуде. Мен не істерімді білмей, бір орында қаққан қазықтай қанша уақыт тұрғанымды білмеймін. Дәлізде үстел үстінде тұрған үлкен вазаны алдым да жүгіріп келіп басынан аямай ұрдым. Артынша тоқтамай тағы 3-4 рет ұрдым-ау деймін. Оның басынан саулаған қанды көргенде есімнен адастым. Бұрышқа отыра кеттім де жылай бердім. Дір-дір етем қорқыныштан. Назым мен Аида да жылап жүр. Ары-бері теңселіп жүрген Аида бір уақытта бөлмесіне кірді де қозғалыссыз жатыр, демалып жатқан жоқ деді. Артынша тағы барып тексерді, өліп қапты. Бұны естігенде одан бетер жыладым. Ол кезде ұялы телефон жоқ, біз ешкімге хабарласпадық. Бір уақытта есімізді жидық. Аида, мынаны ішіп жібер, қорқынышың басылады деп бір стакан спиртті ішімдік берді. Назымға да ішкізді. Өзінің де ішіне қызу барған соң ол сендерді шақырғаным жақсы болған екен, жалғыз қонсам не болар еді, ойлаудың өзі қорқынышты. Шынар, сенің бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын деді. Назым, адам өлтірдік қой, енді қамаламыз деп жылады. Менде де сондай қорқыныш. Бірақ Аиданың әкесі қызметтік лауазымын пайдаланып, ал Назымның әкесі ақшаның күшімен істі жауып тастады. Өлген адамды абайсызда құлады деді ме, әйтеуір оның өзін кінәлі етті. Біз туралы Аиданы зорламақшы болғаны жайында еш нәрсе хаттамаға жазылмады. Бұл оқиғаны үшеуміз және ата-аналарымыз ғана білді. Ешкімге айтпауға, сыр сақтауға уәделестік. 5-6 жылда ұмытып кеттік деп айта алмаймын, бірақ бұл тақырыпқа қайтадан оралмадық. Екі құрбымды қайдам өзім есіме түскенде 7 шелпек пісіріп таратып, Құдайдан кешірім сұрайтынмын. Тіпті әр жылы 29 мамырда әлгі өлген адамға Құран бағыштауды әдетке айналдырдым. Арада жылдар өтіп жатты. Әркім өз жолымен кетті. Тұрмысқа шықтық. Отбасылық өмірдің машақатымен біраз жыл байланысымыз үзіліп қалды. Тек Аида өзі хабарласып іздемесе, бізде уақыт да, шама да бола бермейтін. Назым көп балалы ана атанса, мен бір ұл бір қыздың анасы атандым. Ал Аиданың карьерада жолы болғанмен жеке өмірінде бағы жанбай-ақ қойды. Ол 2 рет тұрмысқа шықты. 2 некесі де сәтсіз аяқталды. Кейін жасы 40-қа таяғанда өзі үшін бала туып алмақшы боп әрекеттенді. Бірақ бала көтере алмады. Еліміздің астанасына көшіп кетсе де той-томалақтардан қалмайтын. Әр келгенінде Назым екеумізге бақыттысыңдар ғой, күйеулерің, балаларың бар, мен деп мұнын шағатын. Ішімдік ішіп, мас боп қалып жылайтын. Жұбатамыз, осылай өмір жалғасып жатты. Ұлым үйленді, той жасап, құрбыларымды шақырдым. Аиданың күйеуі болмағандықтан тойдан кейін 3 күнде үйде қона жатып кетті. Сонда ол әңгімеге арасында адам өлтірсең де сенің өмірің жақсы, менің ешкімге қиянатым жоқ, сонда да жолым болмай жүр деп қалды. Күйеуім балалар естіп қоймасын деп Аидаға ымдап белгі беріп жатсам да сол сөзін көп қайталады. Қатты мас емес, ескі оқиғаны еске алып қана қоймай, оны мені күйеуіме айтқысы келгендей түйілді. Аулаға оңаша алып кеттім. Бұл жайында ешқашан айтпаймыз деп серттескен едік қой. Неге есіме салып жатырсың? Дедім түтігіп. Ол, менің әкем болмағанда сен сотталып кететін едің ғой. Түрмеде отырып шыққанда сені ешкім жар етіп алмас еді. Соны білесің бе? Маған менің әкеме рахмет айтуың керек, деді айқайлап. Қолыммен аузын жауып, тыныш, жапшы аузыңды. Мен әдейі өлтірген жоқпын. Өлтірем деп те ойламадым. Тек сені қорғау ғана болды ойымда. Егер мен әрекет жасамағанда, ол сенің жаныңа жазылмас жара салар еді.
тіпті сені өлтіріп те қоюы мүмкін еді ғой. Сондықтан бұл әңгімені қозғама енді дедім. Есін жинасын деген ниетпен шапалақпен тартып жібердім. Шапалағым артық болды-ау деймін. Аида ашуланып, ешкім менің бетімнен ұрып көрмеген. Сен мені ұратын кімсің? Егер қаласам, сол істі қайта көтере аламын. Танысым көп. Мені кім деп тұрсың? Деді. Ары қарай белгілі емес пе? Екеуміз ұрыстық. Ол такси ұстап кетіп қалды. Содан кейін Аида хабарласпай кетті. Қоңырау шалсам тұтқаны көтермейді. Кейде шынымен сол қылмыстық істі қайта қозғап жүрмей ме екен деп қорқамын. Егер іс қозғалса, Назым да Аида емес адам өлтірген мен сотталам ғой. Мүмкін адвокат ақтап алар. Қанша жыл бұрын жабылған істі қайта ашып қозғайтындай полициялар ерігіп жүрген жоқ шығар деп өзімді жұбатамын. Шындығында мен мерзімі өтіп кеткен қылмыстан онша қорықпаймын. Тек арада қанша уақыт өткенде жан құрбымның айтқан сөзі жаныма батты. Одан бұндай сөзді естимін деп ойламаған едім. Мен оны жауыздың тырнағынан құтқардым емес пе? Ал ол сол жақсылығымды өзіме қару еткісі келді. Мүмкін жай қызумен немесе бақытыма қызғанышпен айтып, менің де қиналғанымды қалаған шығар. Бәлкім сол бір оқиғаны ол да ұмыта алмай жүрген болар. Мен оны түсінуге тырысып жүрмін, бірақ ұмытқым келген өлімді қайтадан есіме салғалы жанымнан тыныштық кетті. Кейде түнімен ұйықтай алмай шығам. Әрине, мектеп бітірген жылы орын алған оқиғаны менің әрекетім қорғану, бірақ қолыңнан адам өлу жаман естелік. Сол естелікпен өмір сүру азап. Айтайын дегенім, жас кезде отырыстарда төбелес орын алмай қоймайды. Әсіресе тау бөктерінде қыдырып барғанда сол жақтың бұзық жігіттері көп төбелес шығаруы мүмкін. Спиртті ішімдік ішіп қыздарға тиіседі. Сондайда тек өз басыңызды қорғауды ойлаңыз. Біреуді қорғаймын деп өзіңізді құрбан етпеңіз. Жазатайым адам өлсе немесе қайғылы оқиға болса айыпты болып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да ондай жағдайларда тек өзіңіздің бас амандығыңызды, өзіңізді ойлаңыз. Жақсылығыңызды, батырлығыңызды бәрібір ешкім түсінбейді екен.